Сәлеметсіздер ме? Мен Рудный қаласы білім бөлімінің Міржақып Дулат атындағы жалпы білім беретін мектебінің 11-ші Ә сынып оқушысы Ахметбекова Аружан. Адам неге адал болу керек? Адалдық адам жүректің ең асылы. Жалған сөз жанға батып, жаны ұшырды. Өмірдің өзі тараз, өзі ұстаз, адал жан ғана табады шын басымды. Адамның бәрі бір шындық іздеп өтеді. Жүректің сыры ешқашан жасыр етеді. Өтірік бүгін гүлдеген сияқты болар, ертең ақ солғанын өзі көрсетеді. Өмірде алған әр қадам сынақ сыры, жалғанын бітпес ешқашан дауы ұры. Адалдық ақ жолымен жүрсең үнсіз, бір күні жарық қылып ашар жыры. Адал болу ар алдында үлкен сауап. Жалған сөз жүрекке түсіреді дауас. Шындықтың жүгі ауыр болып көрінер, бірақ сол жүк алып шығар биікке ауа. Өмірде бәрі өткінші күнде түнде, жалған сөз ұлымайды адам мүлде. Адал жүрек жоғалтпайды еш нәрсесін, ар жолы апарар тек жарық күнге. Тіршіліктің мәні шын болу әр сәтінде, жүректің тазалығы нағыз бақыт міне. Өтірік жеңген емес ешкімді бұл өмірде, адалдық қана жеңеді уақытпен бірге.